Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен өте дәмді творожный пирог, не болмаса сметанник дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар: май, не болмаса маргарин, бір жұмыртқа, қант, електен өткізілген ұн және бір шай қасық көпсұтқыш. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Оның үстіне електен өткізген ұнымызды, көпсұтқышымызды және қантымызды қосамыз. Және жұмыртқамызды саламыз да жақсылап нан илеп қоямыз. Нанымыз өте жұмсақ болуы маңызды. Онан соң оны салафанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Және де қоспамызды дайындаймыз. Ірімшікке қант қосамыз. Қанттың үстінен бір жұмыртқамызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен қаймағымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, езіп, формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды қолмен жайып шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ болса, онымен жайсаңыздар болады. Онан соң жаңағы дайындаған қоспамызды қамырымыздың үстіне қойып, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 40 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.